Немене? Жағы өлең жаттау керек. Да, өлең жаттау керек. Өйткені білімді бірді, білекті бірді, білімді мыңды жығады дейді. Қазір барып ана боксер боламын, штангист боламын, ана-мына боламын көріп білім жинаған адам, мыңның ақшасын табады, мыңның табысын. Біздің елімізге келіп бар ғой, иттің итақай неме табыс тауып жатыр да. Бұл даланы біздің бабаларымыз да басқалар келіп бизнес жасасын, басқалар иелік істесін деп қалдырған жоқ қой, солай ғой. Жаңағы Күләш Ахметованың өлеңі бар, Шалқарды ылғи айтады да. Сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір-күмбір күрескерлік құмыры, тірескеннің дірілдеткен тізесін, тұлпарының тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, алғызбайтын барыссың, ар-ожданның асқағысың, намыссың, тағдырыңды танығысы келгендер тасқа басқан тарихыңмен таныссың. Сен қазақсың, отаншылсың, тектісің, досыңа адал, дұшпаныңа кектісің. Бұл далаға мұрагерлік, иелік бабалардың аманаты деп түсін дейді. Бабаларымыз осы далаға келгенде біз иелік етсін деген. Осы жерде кәсіп ашпай біреуге жұмыс істеп жүрсек, біз оның иесі емеспіз. Басқалар біздің қол астында жұмыс істеу керек. Неге кеп бұл жерге Карис кеп банк ашады, Киевтен кеп жасайды, Москвадан кеп жасайды, Турциядан кеп жасайды, Қытайдан кеп жасайды. Неге біз бір 300-400 долларға бір басымызды төмен қарап чума болып жүру керекпіз? Қазір Қабанбай, Бөгенбайлар оянып, мына қараған кезде де көзінен қанды жасағып жылайтын еді. Ей, ұрпағым, осы далаға осы үшін қанымыз төктік па? Біреудің қол астына барып, мөлиіп, бүйтіп чума болып да, не істеп жүрсің деген кезде сұрайды ғой мысалы да. Бауырым, атың кім? Бекболат. Атың қандай керемет, Бекболат. Қай жер жұмыс істейсің? Мұғалім. Кім? Жарайды, сен мұғалім, сыйлаймын мұғалім. Дәрігер мұғалімдер сыйлаймын. Айтпаса бар ғой? Басқа ұлттардың қол астында жұмыс істеп жүреді, төмен қарап. Айлығың қанша? 300 доллар да? Мен жеке репетитормен айналысам. Жоқ, ол қанша айлық? 300-дің үстінде. 300-400 доллар. 300-400 доллар ол қайыршының ақшасы, ренжіме. Адам дұрыс өмір сүру үшін де кемінде 2000 доллар ақша табу керек. Ата-анаңа жағдай жасау үшін, балаңа жағдай жасау үшін, өзіңе жағдай жасау үшін де 2000 доллар тапқан адам орташа өмір сүреді деген сөз. Қазақстанда қадай қазақтың кедей болуы қылмыс. Оған ешкім кінәлі емес, өзімізден басқа да. Өкіметті кінәлаймыз, ананы кінәлаймыз. Қазақстанда бизнес жасау қиын болса, ешкім мұнда келіп бизнес жасамаушы еді. Иттің ұлы итақай жасап жатыр. Сондықтан білім жинаңдар, үйреніңдер. Қазір міне өздерің қатарлы жастар жасап жатыр да, шетелге шығып, құмар міне Ресейдің нарқына, Қытайдың нарқына шығып жасап жатыр да. Кеше Қуандық бауырларың шетелден келіп жасап жатыр, орысша білмейді. Сендер жүрсіңдер төмен қарап. Қазір бір 16 мың теңге, 20 мың теңге аяқ киім сатып ал дегенге шамаларың жетпейді. Бүйтіп өмір сүргенше сүрмей-ақ қою керек. Жихад жасау керек та. Зато мүмкін о дүниеге барған кезде қор қызылмен сүйіншілейді. Неше қор қызын береді дейді? Қаншасын береді? Оны білмеймін, бірақ ана ол жихад емес қой, жаңағы неғып жатқандар. Ана жарып жатқандар.